Енді осы және өзгеде жаңалықтар толығырақ. Қазақстанда бүгінге дейін 760 мыңнан астам тұрғын коронавирусқа қарсы вакцина салдырды. Ал екпеге дейін және кейін нені басшылыққа алуы тиіс. Арнайы дайындық көреме. Мысалы, антиденелерге тест тапсыру қажет пе? Екпеден кейін коронавирус жұқтыру мүмкін бе деп келетін сан түрлі сауалдар туындап жүр. Ал дәрігерлер не дейді? Әріптесім Ғазиза Мұхамеджанова мамандармен кездесіп мән-жайды білді. Коронавирустың инкубациялық кезеңі 2 апта, яғни вирустың өсуіне осынша уақыт кетеді. Бұл кезеңде адам ағзасына түскен COVID-19 инфекциясы еш белгі бермеуі мүмкін. Тіпті ПТР-тест сынамасы да көрсетпейді. Сондықтан кейде адам екпеден кейін ауырдым деп ойлап қалады. Ал шын мәнінде ол вирусты вакциналауға дейін немесе одан кейін жұқтырған болып шығады. Мамандар осылай дейді. Наш иммунитет, он стоит на двух ногах. Біздің иммунитетіміз екі нәрсеге негізделеді. Біріншісі антиденелер, екіншісі Т клеткалары. Оны тест көрсетпейді. Мысалы, ағзадағы антиденелер 0, ал Т клеткалары мықты болуы мүмкін. Бұл иммунитеттің өте жақсы екенін көрсетеді. Ал кейде антиденелер көп, Т клеткалары аз болады. Бірақ антиденелер ағзаңызды коронавирустан толық қорғайды деген сөз емес. Сондықтан вакцина салдырған дұрыс. 18 жасқа толмағандар, белокқа аллергиясы бар адамдар, бала емізіп жүргендер немесе жүкті әйелдер екпе салдырмайды. Сонымен қатар онкологиялық және созылмалы аурулары бар азаматтарға да вакцинаны алуға болмайды. Ковидпен ауырғандар тек 6 айдан кейін вакцина қабылдай алады. Жалпы зерттеулерге сай, вакцинадан кейін ковидке қарсы төтеп беретін антиденелер 42 күнде қалыптасады. Сондықтан екпе жасаттым деп сақтық шараларын елемей жүруге жөн жоқ. Бірінші вакцинаны алғаннан кейін, ол білесіз, антиденелер ол кемінде 2 жетіден кейін ғана пайда бола бастайды адам денесіне күресуге. Ол әрине адамды 50-60%-ке дейін қорғауға мүмкіндігі бар. Сол екі орталықта адамдар вакцинаны алдым ғой деп еркіндік жасап, маска кимей, тәртіптерді бұзып, қоғамдық орындарға барып көпшілікке. Сондай нәрселер мына өсігінгі және агрессивный түр дейміз ғой, жаңа неге ұшыраған, мутацияға ұшыраған британдық немесе жаңағы бразилиялық, оңтүстік африкалық түрлерін жұқтырып алу әбден мүмкін. Ал енді бәрін мазалаған бір сұрақ. Вакцина салдырғаннан коронавируспен ауыру мүмкін бе? Вакцинадан ауыру мүмкін емес, өйткені вакцинаның составында тірі қоздырғыш жоқ. Ол тек қана бір компоненті ғана, ген. Жаңағы негізгі айтамыз ғой, С белогының гені ғана. Ол ауру тудыруы мүмкін емес. Дегенмен кез келген вакцинаның ағзаға әсері болады. Мысалы, коронавирусқа қарсы екпеден кейін бастың ауруы, екпе салған жердің ісінуі, температураның көтерілуі мен дененің ауырсыну сезімі байқалуы мүмкін. Врачи рекомендуют не мочить. Дәрігерлер екпе салынған жерге 2 күн су тигізбеуге кеңес береді. Сондай-ақ стресстік жағдайлардан аулақ жүріңіз. Алкогольдік ішімдік ішпеу керек. Моншаға, саунаға бармаған жөн. Екпеге дейін антиденелерге тест тапсыру да қажет емес. Халыққа айтарым, вакцинаның жанама әсерінен емес, коронавирусты жұқтырып, ауырып қалудан қорқу керек. Елімізде екпе алу үшін егов порталы арқылы өтініш беруге болады, немесе ірі сауда орталықтарындағы екпе пункттеріне төлқұжатыңызбен барсаңыз жеткілікті. Ал осы уақытқа дейін екпе алып үлгерген азаматтарға дәрігерлер сақтық шараларын ұмытпауға кеңес береді. Ғазиза Мұхамеджанова, Арман Ақшабаев, Хабар 24.